Құрметті оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде тренд «Мен хотя бы» деген тренд жалғасы табуда. Арнама лайк басып. Мен хотя бы не? Мен хотя бы қырсық емеспін. Мен хотя бы үміткерім бола тұра, басқалармен кездеспеймін. Адалмын ғой. Мен хотя бы бір нәрсе болса болды, все танысып тоқтайды демеймін. Зато дұрыс та сол нәрсе. Кому как? Мен хотя бы ешкім білмейтін балам жоқ. Мен хотя бы бір нәрсе болса болды, тұрып эфирден шығып кетпеймін, короче. Что там? Бір рет қо. Какая разница болды ма? Зато мен хотя бы азартный игры ойнамаймын. Болды, точка. Так. Ұтылды, достар, ұтылды. Жоқ, тағы біреу бар. Мойындай салыңыз. Жарайды. Пока что сізде тұрайық. Осы сұрақтардың барлығы шын ба, өтірік па, чоп-чом екенін бәрін келесі сториста білетін боласыз. Достар, мен кеше айтқан тұғым, мына видеоны репост жасаған адамға бір адамға 20 000 теңге салып жіберемін деген, мен конечно сөзімде тұрам. Ал кеттік. Ал достар, кеттік қазір осы жерде репост істеген адамдардың арасына кешегі репост. Бір адамға 20 000 салып жіберемін. Нағыз 20 000 өтті. Так что бізде бәрі честно. Қатысып тұрыңыздар. Не реквизит, ақшасын жібердік, не чек. Так что қатысып тұрыңыздар, бізде бәрі честно. Получается, әлі ешкім көрмеген видеоны көрейін деп жатыр. Дайынсыз ба? Иә. Окей, так. Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін Загина екеуміз осындай детектор лжиға келдік. Получается, қасымызда Борис деген кісі бар. Это правда. Қасында осы тексерді бізді. Вы собираетесь обмануть детектор лжи? Нет. Это ложь. Правда говоришь? Правда. Все, настройка. Алдайын дегенсің, короче. Сәлем баршаңызға, қайырлы күн, қалайсыздар? Бұйырса, 1 ақпан күні бізде қосылайық жобасында үлкен кастинг болғалы жатыр. Бойда қыз жігіттер болса, келіңіздер, өз жартыларыңызды табыңыздар. Бұйырса, жаңа қатысушыларды күтеміз. Толық ақпарат алғыңыз келсе, төмендегі сілтемеге. Құрметті менің оқырмандарым, арнама лайк басып, комментарий қалдырып отыруларыңызды сұраймын. Егер де сіздердің тараптарыңыздан қандай бір сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Құрметті оқырмандарым, сіздермен әр күнде әртүрлі видеолармен өте қызықты болып жатқан. У кого лучше музыкальный вкус? Кто из вас лучше одевается? У кого больше подписчиков в Инстаграме?